Көшпексіз бе? Қазақ Телекомдағы дербес шотыңызда пәтердің жаңа иесінің атына қайта ресімдеуді ұмытпаңыз. Көші-қонның қызығы да, шыжығы да мол. Жүк жинау, қаптаған шаруаны тындыру керек. Дербес шотты дер кезінде пәтердің жаңа иесінің атына қайта ресімдесеңіз, артық төлем, өсімпұл, берешек атаулыдан аулақ боласыз. Ол үшін не істеу керек? Пәтерді сатқан кезде байланыс қызметін 5-ақ қадаммен онлайн қайта ресімдеп алыңыз. Бірінші қадам – дербес шоттағы берешектің бәрін төлеу. Екінші қадам – абоненттер бөліміне келу немесе 8-708-40-160 нөміріндегі WhatsApp-қа жазу. Үшінші қадам – сатып алу сату шартының суреті мен үйдің бұрынғы иесі мен жаңа иесінің жеке куәліктерінің суретін жіберу. Төртінші қадам – қайта ресімдеуге өз бетінше өтініш жазып, суретін жіберу. Соңғы бесінші қадам – жабдықтың сериялық нөмірінің фотосын жіберу. Дербес шотты дер кезінде қайта ресімдесеңіз, артық шығын болмайтынын ескеріңіз. Көшесіз бе? Дербес шотты қайта ресімдеуді ұмытпаңыз. Ескі шотпен қарыз, болмасын жаңа үйде парыз. Қазақ Телекоммен бірге.